Ассалаумағалейкум, құрметті ағылшын тілін үйреніп жүрген менің көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Ағылшын тілін үйреніп жүрсіздер ме? Бүгін біз ағылшын тілі 0-ден бастап сабақтар желісінің 16-шы сабағына келіп жеттік. Бүгінгі тақырып ол бізде possessive adjectives. Possessive дегеніміз ол қазақ тіліне аударған кезде иелену, иелік деген мағынаны білдіреді. Adjectives дегеніміз ол сын есімдер, яғни иеленуге байланысты. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Мінекей қараңыздар, мына жерде ең бірінші бұл жерде біз жіктеу есімдіктер берілген. Мына жерде ол жаңағы possessive adjectives, жіктеу есімдіктері. I, he, she, it, you, we, they. Оны біз алдыңғы тақырыптардан жақсы білеміз. Енді қараңыздар. I дегеннің possessive adjectivі, немесе былай айтқанда ол тәуелдік есімдіктері. My, яғни менің. He, his, оның ер адамдарға. She, her, оның әйел адамдарға. It, its, оның жануарларға. You, your, сенің, сіздің, сендердің, сіздердің. We, our, біздің. They, their, олардың. Яғни мынау бағандағылардың барлығы possessive adjectives немесе тәуелдік есімдіктері. Бір сөзбен айтқанда бұлар кімнің деген сұрақтарға жауап береді. Кімнің, ненің. Қазақ тіліндегі ілік септігі секілді. Қараңыздар, енді бұл жерде its, жануардың, біз оны it is дегенмен шатастырып алуымыз мүмкін. Оны қателеспеуіміз керек, ол екі түрлі нәрсе. Келесі your деген сенің, сіздің, сіздікі, сендердің, сіздердің деген. You are дегеннің қысқартылған түрі your дегенмен шатастырып алуымыз мүмкін. Ол да екеуі бір нәрсе емес, екі түрлі нәрсе. Their, дәл сол сияқты. They are, their. Сосын тағы да бір сөз бар, their деген. Оны келесі сабақтарда өтетін боламыз. Сонымен, possessive adjectives кімнің, ненің деген сұраққа жауап беретін есімдіктер. Енді мынау жерде мысалдарды қарастырайық. Мына жерде біз баланы көріп тұрмыз. Баланың басында, яғни бас киімі бар. Андай кепкасы. Соны біз былай айтамыз. This is his hat. Яғни бұл оның бас киімі. His hat. This isn't my hat. Бұл менің бас киімім емес. This isn't your hat. Бұл сіздің де, сенің де бас киімдеріңіз емес. This isn't her hat. Her hat. Яғни бұл мына қызында бас киімі емес. Ол тек осы баланың бас киімі, His, my, your, her. Көріп тұрсыздар, қалай сөйлемде қолданылатын. Келесі қарастырайық. Міне. This is her dress. Dress дегеніміз ол көйлек. Бұл оның көйлегі, мынау қыздың көйлегі. Әйелдер айтқанда біз her дегенді қолданамыз. Сондықтан this is her dress. This isn't my dress. Бұл менің көйлегім емес. This isn't your dress. Бұл сіздің де көйлегіңіз емес. This isn't his dress. Бұл оның да көйлегі емес. Бұл мына қыздың көйлегі. This is her dress. Келесі. Мына жерде күшік немен доппен ойнап жатыр. Енді This is its ball. This is its ball. Яғни ball дегеніміз ол жаңағы доп. Its дегеніміз, яғни жануардың соның иеленуі, осы жануардың добы. This is its ball. This isn't my ball. This isn't your ball. This is its ball. Бұл сіздікі де емес, менікі де емес, ол мынау иттің добы. Келесі. Мына жерде үй тұр, және жанұя тұр. Осы жанұяның бұл үйі. Енді. This is their house. Мынау олардың үйі. Мынау олардың үйі. This isn't my house. Бұл менің үйім емес. This isn't your house. Бұл сенің үйің емес. This is their house.
Бұл үй тұрған олардың үйлері. Бұл солардың үйі. Енді келесі мына жерде кітаптар тұр. Осы кітаптарды айтайық. Мына қыз бен баланың кітаптары деп айтайық. Сонда анау тұрған кітаптар солардікі. Анау солардың кітаптары. Сонымен those are their books. Their дегеніміз көпше түрде. Олар өйткені бірден көп, екі адам. Books. Book дегеніміз кітап. S жалғауы. Ол көптік жалғау. Сонымен are біз көп зат болған кезде, бірнеше зат болған кезде біз are бейетістігін қолданатын болғанбыз. Those дегеніміз алдыңғы тақырыпта өткеніміздей ол анау деген мағынаны білдіреді және көпше тұрған заттарға. Келесі those aren't my books. Олар менің кітаптарым емес. Those aren't your books. Олар сіздің кітаптарыңыз емес. Олар those are their books. Анау олардың кітаптары. Сонымен бұл жерде Қазақстанның картасы берілген. Сонымен бұл біздің ел, біздің мемлекет. Сонымен this is our country. Бұл біздің мемлекет, біздің ел. Енді бұл жерде бос орындар берілген. Соларды біз қазір толықтыратын боламыз. I put candy in mouth. Put in дегеніміз ол бір жерге салу деген мағынаны білдіреді. Candy дегеніміз кәмпит. I дегеніміз мен, mouth дегеніміз mouth. Ол ауыз деген сөз. Яғни кәмпитті мен аузыма саламын, дұрыс па? Ол кімнің аузы? Менің, I put candy in my mouth. Келесі. John lost bag. John дегеніміз адамның аты. Lost дегеніміз ол жоғалтып алды деген мағынаны білдіреді. Өткен шақтағы bag. Bag деген сөмкесі. Джон өзінің сөмкесін жоғалтып алды. Сонымен бұл жерде Джон дегеніміз ер адам болғандықтан біз қандай есімдікті қоямыз? Тәуелдік есімдігін. His. John lost his bag. The parents love baby. The parents, яғни ата-аналар. Love дегеніміз ол жақсы көру, сүю деген мағынаны білдіреді. Baby дегеніміз ол сәби бүлдіршін. Яғни ол өздерінің сәбилерін жақсы көреді, қатты жақсы көреді. Яғни олардың, Сонымен олардың деген қандай болады? The parents love their. Their болады. Their baby. Олардың ата-аналар олардың өздерінің балаларын жақсы көреді. The dog eats food. The dog дегеніміз. Дәл қазір біз көріп тұрған, біз білетін eat. Eats дегеніміз яғни тамақты жеу деген мағынаны білдіреді. Food дегеніміз тамақ. Сонымен dog дегеніміз ит болғандықтан және ол жануар болғандықтан біз қандай тәуелдік есімдігін қолданамыз? Бізде ол eats. Eats. The dog eats food. The dog eats its food. Келесі. Names are Алмас and Асыл. Кімдердің аттары? Олардың аттары. Name дегеніміз ат, адамның аты, есімі, S жалғауы, көптік жалғауы. Олардың аттары Алмас пен Асыл. Сонымен олардың their. Their names are Алмас and Асыл. Can I use phone? Can дегеніміз бірдеңені істеумен болады ма деген мағынаны білдіреді. Яғни use дегеніміз қолдану, I дегеніміз мен, phone дегеніміз ол кәдімгі телефон. Мен сенің немесе сіздің телефоныңызды қолдануыма болады ма? Рұқсат сұраған кезде. Can I use phone? Яғни your. Осылай сұрақ қоямыз. Келесі, dress
looks good. Dress дегеніміз көйлек, looks дегеніміз ол яғни көріну, солай көрінеді, болып табылады деген мағына білдіреді. Good дегеніміз жақсы, күшті деген мағына білдіреді. Енді қараңыз. Кімнің көйлегі болуы мүмкін? Әрине, ол әйел адамның көйлегі, дұрыс па? Сондықтан her dress looks good. Videos are helpful to you. Видеолар, эш жалғау, көптік жалғау, are, бейетістігі, helpful to you. Helpful дегеніміз, яғни сізге көмегі бар видеолар деген мағына білдіреді. To you, сізге, сіздерге, сендерге. Кімнің видеолары? Біздің видеолар. Сонымен our videos are helpful to you. Енді сабақты қорытындылай кетейін. Possessive adjectives. Бұл негіз adjectives дегеніміз ол сын есімдер деген мағынаны білдіреді. Possessive иелік, иелену деген қазақша аударған кезде сонда иеленуіне байланысты сын есімдер. Мысалы, кімнің деген сияқты біздегі анықтауыш секілді. Nouns деген зат есімдер. Мысалға, алдыңғы бағана қарастырғандардың ішінде барлығы бізде зат есімнің алдында болды. Hat зат есім, бас киім, dress көйлек, зат есім, ball, dog, books, country, бұлардың барлығы зат есім, зат есімнің алдында келді. Сонымен possessive adjectives әрқашан зат есімнің алдына келеді. Иелену, тәуелдену мағынасы көрсетеді. Кімнің, оның бас киімі, оның көйлегі, оның жаңағы добы, олардың кітаптары, біздің мемлекет. Сонымен достар, біз видеоның соңына келіп жеттік. Видеоны көргендеріңізге көптен көп рахмет. Каналымызға жазылыңыздар. Мына отырған қоңырау белгісін басыңыздар, сол кезде біздің жаңа видеоларымызды жіберіп алмайтын боласыздар. Сонымен достар, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.